Сәлем құрметтім, бүгін мен сіздерге ашыған айраннан жасалатын өте керемет тоқаштың яғни пряниктің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп пікір жазып қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды. Алдымен 200 граммдай айранымызды алып, үй температурасында келесіде шекер, разлихитель тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі етіп. Келесіде бір орта кесе ұнымызды сала отырып, жаймендеп араластырып шығатын боламыз. Біркелкі етіп араластырасыздар. Дайын болған қамырды бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қоясыздар. Бұл жерде дрожь салынбағандықтан ашығанын көтерілгенін күтпейміз. Бұл сәл ғана көтеріледі де қояды. Қамырымыз дайын. Жұмсақ болады қамыр, қолға жабысса қорықпаңыздар. Дайын болған қамырымызды жайып шығатын боламыз біркелкі етіп. Қамырды жайып болғаннан кейін домалақ форма етіп кесіп шығаратын боламыз. Достар, менде аз ғана шықты. Егерде сізге көп мөлшерде қажет болса, осы рецептпен көбейте беруге болады. Бір жасағаннан ақ пісе салысымен таусылып кетеді. Дайын болған тоқаштарымызды табамызға салып, астын майласаңыз да болады, немесе пергамент қағаздың үстіне қоясыздар. Бетін жақсылап жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Пешіңіздің қызуына қарай көресіздер, 200 градуста 20-25 минутта піседі. Міне біздің пряникіміз дайын болды. Көтеріліп әдемі болып шығады. Бір жасағаннан ақ таусылып кетеді. Бетіне қант ұнтағын себуге болады, немесе сеппесеңіздер де болады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп пікір жазып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Мен сізді каналымда күтем.